Баршаңызға қайырлы күн, құрметті де менің сүйікті көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез жасалатын рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға айранды құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Және де 2 ас қасық қант саламыз. 1 жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Одан кейін тауық етінен сосискамызды кубиктап турап салатын боламыз. Жақсылап бір араластырамыз. Енді 250 грамм ұнымызды толықтай барлығын саламыз. Және де үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап қолымызбен қамыр дайындаймыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге өлшемдермен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қолымызбен жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Мінекей, осымен қамырымыз дайын. Аздаған ұнды сеуіп жүреміз. Қамырымызды қойып, жақсылап ұнды сеуіп, өте жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта жақсылап жаямыз. Арасында ұн сеуіп отырыңыздар. Неге оқтауымыздың көмегімен жаятын боламыз. Неге жайып алдық, енді арнайы пицца кескішпен осындай бөліктерге 8 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Неге енді табамызға майды құйып, шетінен саламыз. Және де ақырын отта пісіруді ұмытпаңыздар. Отымыздың астын ақырынға қойып қоямыз. Қызарып піскенше жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей өзі әдемі болып, пышный болып көтеріледі. Келесі бетіне аударамыз. Және ақырын отта тағы 5-7 минут көлемінде пісіретін боламыз. Мінекей, міне астыңғы жағда әдемі болып пісті. Енді оттан аламыз, және де тәрелкемізге салфетка төсеп қоюды ұмытпаймыз. Мінекей, барлығын дәл осылай қуырып алатын боламыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей достар, өте
жылдам әрі тез дайын болады, оңай дайын болады. Үйдегі қолдағы бар заттармен жасалады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Үй ішіне жасап беріңіздер. Әсіресе балаларыңыздың сүйіп жейтініне сөзсіз сізден қайта жасап беруін сұрайтын болады. Достар, менің арнамнан оңай әрі тез жасалатын, тез дайын болатын рецепттерді көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.